Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Енді дене мүшелеріне амандасамыз. Сәлем қолдарым. Сәлем қолдарым. Тоқ, тоқ, тоқ. Сәлем аяқтарым. Сәлем аяқтарым. Тоқ, тоқ, тоқ. Сәлем бетім. Сәлем бетім. Люк, люк, люк. Сәлем ернім. Сәлем ернім. Сәлем тісім. Сәлем тісім. Сәлем досым. Сәлем досым. Сәлем досым. Сәлем досым. Отырды. Данил, қалың қалай? Жақсы. Маған Данил. Міне келесі. Мансұр, сенің тегін қалай? Менің тегім Ашады. Асанали, сен неше жастасың? Мен 6 жастамын. Костя, сен қайда тұрасың? Мен Қазақстанда туамын. Сенің атың кім? Атың кім? Зовут? Менің атым Дима. Соня, неше жастасың? Мен 5 жастамын. Аня қалың қалай? Жақсы. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктем, дұрыс. Қазір көктем. Қайталаймыз. Қазір Көктем. қай ай? Мамыр. Мамыр, дұрыс. Мамыр. Бүгін ауа райы қандай? Ауа райы. Погода қандай? А какой хороший? День хороший. Жақсы? Жақсы. Найзағай бар ма? Жоқ. Қар жауып тұр ма? Жоқ. Күн бар ма? Иә. Жел бар ма? Жоқ. Жоқ. Күн бұлтты ма? Иә, бұлтты. Кемпір қосақ бар ма? Жоқ. О, жаңбыр жауып тұр ма? Жоқ. Жарайсыңдар. Вчера был. Балалар, қазір мен сендерге суреттер таратамын. Аня с тобой. Аня. Ой, показывали. Данил, сенде не суреті? Не ол? Ол не? Аяқ? Аяқ. Супер нет. Аяқ емес. Аяқ. Аяқ. Қол. Мансұр, сенде? Қол. Қол. Не? Дене? Бас. Дене, я? Костя? Бас. Не, мүйіз. Соня? Көмектесеміз Соняда, не? Соняда не? Аяқ. Және? Мынау не? Құйрық, я? Сендердің қолдарында дене мүшелерді не жасай аламыз? Не істей аламыз. Что сможем сделать? Не жасай аламыз. Человек қазақша? Кім біледі, человек қазақша қалай болады? Адам. Делай. Пожалуйста, мынау керек пе адамға? Жоқ. Мүйіз керек жоқ. Құйрық керек пе? Жоқ. Мынау бізде адам. Мынау. Бұл кім? Адам. Сосын кішкентай адам, иә? Кішкентай адамды кім дейді? Сендер кімсіңдер? Сендер кімсіңдер? Кішкентай адам деймін ғой сендерге? Кім дейді сендерді? Бала. Мынау? Бала. Бұл бала маған бірдеме айтамын дейді. Тыңдаймыз. Менің атым Мәди. Мен 6 жастамын. Мен Қазақстанда тұрамын. Менің отбасымда 5 адам бар. Не дейді? Оның аты кім? Нет. Кім ол? Мәди. Мәди неше жаста?
отбасында неше адам? Менің отбасымда 5 адам бар деді. Неше адам? 5 адам. Дұрыс айтасыздар. Мәдидің отбасының фотосуреті бар екен. Қазір суретке қарап, отбасында кімдер бар екенін білеміз. Сонымен, мынау Мәдидің отбасы. Отбасында неше адам? 5 адам. Қане санайық? 1, 2, 3, 4, 5. Олар кімдер? Кім олар? Ата, Әже, ана, және Мәди. Біз отбасы мүшелерін есімізге түсірейікші қане? Кімдерді білеміз? Ата, әже, ана, аға, әпке, дұрыс, іні, қарындас. Для мальчиков и сіңлі, для девочек. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, Мәди тағы бірден айтып тұр. Қане тыңдайық, не дейді екен? Мен ұйқымнан ояна алмай жатырмын. Мен ұйқымнан ояна алмай жатырмын. Не дейді, Мансур? Что он сказал? Ұйқымнан ояна алмай жатырмын. Я не могу лечь спать. Разве лечь спать? Ояна алмай жатырмын. Мансур. Я не могу, я хочу играть. Ояна алмай жатырмын, не могу проснуться. Да? Мы по утрам тоже не можем проснуться. Что нужно делать, чтобы проснуться? Зарядку. Отырамыз. Я не устала. Енді Мәди оянған сияқты, оянды ма Мәди? Ояндым дейді. Қазір тыңдаймыз, не дейді екен бізге? Балалар, маған балабақшаға бару керек. Мен киіндіріңдерші. Маған балабақшаға бару керек дейді. Қайда Мне бару? надо садик. Садик, да? Мені киіндіріңдерші Надо дейді. одеться. Сандықта қандай киімдері бар екен? Міне ашамын. Мынау. Не бұл? Я. Жейде. Шалбар. Мәдиге бірдеңе ұнамайтын сияқты. Не ұнамайды екен? Қарашы, тыңдайық. Маған көгілді шалбар ұнамайды. Не ұнамайды Мәди? Ему не нравится. Ему не нравятся синие штаны. Синие? Голубые. Голубые. Көгілді шалбар ұнамайды. Жарайды, қарайық сандықта не бар екен? Мынау? Жарай ма? Жоқ, меніңше жарамайды. Ол кімге? Кімге? Қыздарға. Міне, шалбар. Дұрыс, жарайды, шалбар. Қане, жейде қандай? Жейде, шалбар? Жасыл. Бәтеңкелер? Қызыл. Қызыл. Қоңыр, дұрыс. Қане, түстерді қайталайықшы. Отыр, түстерді қайталаймыз. Қызыл, сары, жасыл, көк, ақ, қара, сарғыл, көгілді, қызғылт, күлгін, көмір, сары. Жарайсыңдар. Мәди киінді. Енді не керек екен Мәдиге? Тыңдайық. Менің қарным ашты. Не дейді? Конфет. Қарным ашты.
Қараңыз. Не береміз біз Мәдиге таңғы асқа? Мынау Я. ботқа. Береміз бе? Я. Иә, береміз. Жейді Мәди. Тәттілер. Жоқ. Жоқ, бермейміз. Мынаны бермейміз, е? Фастфуд? Жоқ, бермейміз. Нан мен май? Я. Иә, береміз. А не? Я. Ірімшік, е? Ірімшік береміз. Және не бұл? Я. Бұл не? Не ол? Мансұр, бұл не? Сүт. Сүт. Сүт береміз бе? Я. Иә. Сонымен не береміз? Ботқа. Ботқа, нан мен май, Ірімшік. Сүт. бұлар қандай тағамдар? Жақсы тағам, қандай? Чем отличается они? Бок. А почему это не даем? Потому что это не полезно. А как будет не полезно? Сок. А, жок? Жок это нет. А это какие? Какая это? Пайдалы. Қандай? Дұрыс. Бұлар қандай тағам? Пайдалы. Пайдалы. А мыналар зиян. Қайталаймыз. Пайдалы. Пайдалы. Пайдалы, полезный. Пайдалы, полезный. Зиян. Зиян, Вредный, да? Мәди қарны тойды ма? Тойды. Мәдидің қарны тойды. Енді не керек бе Мәдиге тыңдайық? Менің көңілім қалды. Мен ойыншықтармен ойнағым келеді. Я пойду игрушки поиграть. Он хочет что делать? Играть будет. Поиграть в игрушки, да? У него настроения нету, да? Потому что он устал в садике. Что делать? Учиться, да? И хочет теперь поиграть. Мы ему поможем. Көмектесеміз бе? Я. Иә, көмектесеміз. Қазір. Енді Мәдиге ойыншықтар табу үшін біз қазір компьютерде жұмыс істейміз. Кім қайда отыратын? Біз жамбы ату ойынын ойнаймыз. Әрқайсымыз өзімізге санды таңдап, компьютерде отырамыз. Жақсы ма? Я. Қазір сандар атасында кімге қай түс ұнайды, қай сан ұнайды, сол санға атасындар, иә? Қане, Дима, үстел, орындығына жегі ғой. Вот, төртінші компьютер бар отыр. Останови. Ат. Вот, жетінші бара ғой. Мансур, келе ғой. Жарайсың, бар отыр. Аня. Алтыншы компьютер, Мансур. Наши ожидания. Костя. Қазір компьютерде тапсырмаларды орындаймыз. Мен әрқайсына барып тапсырмаларды түсіндіремін. Соня, сөздерді сәйкес ұяшыққа қоясың. Дима, мына сөздерді тыңдап, сәйкес ұяшыққа орналастыр. Данил, мынау суретті бояп, түстерді атайсың. Костя, сөз тіркестерін мұқият тыңдайсың да, әрқайсысын мынау ұяшықтарға орналастыр. Аня, сөз тіркестерін сәйкес ұяшыққа орналастыр. Асанали, сөйлемдерді тыңдап, сәйкесінше орналастыр. Дұрыстап отыр. Мансур, сөйлемдерді тыңдап, рет-ретімен қоя қой. Енді тапсырманы орындаймыз. Easy. Мен доп ойнаймын. Сық ойнаймын.
Rot. Қызыл. Сел. Жасыл? Да. А где жасыл? Идем первый. Ол қандай түс? Мынау қандай түс? Желтый қазақша қалай? Данил. Желтый кім біледі? Желтый қазақша. Сары. Келесі. Жеташ. Келесі. Толташ. Доп. Тихше. Доп. Коршак. Мен футбол ойнаймын. Келесі. Да. Мен шахмат ойнаймын. Келесі. Мен сурет саламын. Мен шахмат ойнаймын. Мен сурет саламын. Мен кітап оқимын. Жарайсыңдар балалар, қоямыз бар, наушникті аламыз. Енді Мәди бізге не деді екен? Мәдиді тыңдаймыз. Oyuncaklarla oynayıp şaşırdım. Не дейді ойыншықтармен ойнап шаршадым дейді? Не дейді? Устал играться, да? Онда тұрамыз, жаттығу жасаймыз. Тұрамыз. Мансұр, Дима мына жаққа. Компьютердің қасына алыстаймыз. Менің айтқан тапсырмаларымды орындаңыздар. Отыр. Тұр. Жүгір. Тоқта. Секір. Тоқта. Қолыңды көтер. Қолыңды түсір. Аяғыңды көтер. Аяғыңды түсір. Жүгір. Тоқта. Отыр. Тұр. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз кіммен таныстық? Кіммен? Кім мынау? Мади. Ол неше жаста? Алматы. Қайда тұрады? Қазақстанда. Қане тыңдаршы, Мәдиге бүгін біздің жұмыс істегеніміз ұнады ма екен? Мәди бізге не дейді? Тыңдайық. Rahmet sindерге достарым. Мәди бізге не дейді? Рахмет. Алғысын білдірді. Балалар, біз де Мәдиге тілек айтайық. Мәди қандай бала болсын? Мықты бала болсын, дұрыс. Тағы қандай? Қандай бала болсын? Мансұр, қандай бала болсын? Әдемі бала болсын. Хороший, қалай болады? Хороший бала. Ақылды. Ақылды, умный бала болсын. Ақылды бала. Хороший? Жақсы бала болсын. Осымен біздің оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Оқу қызметінің өзіндік талдауы. Білім беру саласы коммуникация. Ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы Мәди баланың тапсырмасы, өткенді қайталау. Бұл ұйымдастырылған оқу қызметі мектеп алды даярлық тобында өткізілді. Алдына қойған мақсаттары: мектеп жасына дейінгі баланың сөйлеу қабілеттерін жан-жақты жетілдіру,
Оқу қызметі барысында әртүрлі жаттығу шараларын жүзеге асыру, қазақ тіліне деген құрмет сезімдерін тәрбиелеу. Ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлау кезінде балалардың жас ерекшеліктері ескерілді. Материал балалар үшін қолжетімді деңгейде таңдалды. Оқу қызметі барысында келесі әдіс-тәсілдерді қолданды. Қайталау, сұрақ-жауап, әңгімелеу, ойын, сөздік, көрнекілік. Мынандай технологияларды қолданды. Ақпараттық коммуникациялық технология, ойын арқылы оқыту технологиясы, жекелей дамыту технологиясы, денсаулықтарын қорғау технологиясы. Осы атап өткен технологиялардың барлығы ойдағыдай жүзеге асты. Оқу қызметінің барлық бөлімдері бір-бірімен тығыз байланыста болды, өз ретімен ауысып отырды. Бірінші бөлімнен бастап балалар оқу қызметіне белсене қатысты. Ұйымдастырушылық кезеңінде балалар дене мүшелерімен амандасу арқылы дене мүшелерін қайталап, дұрыс айтуға жаттығады және естерінде сақтайды. Сұрақ-жауап арқылы балалардың сөйлеу тілі дамыды. Негізгі бөлімде балалардың қызығушылықтарын, белсенділіктерін арттыру мақсатында суреттердің бөліктері беріліп, сиқырлы суреттер тапсырмасы орындалды. Оқу қызметі барысында өткен тақырыптарды қайталауда оқу қызметінің әр бөлігі бір-бірімен байланысты болуы үшін кейіпкеріміз Мәдидің сөздері аудио форматта қосылып отырды. Бұл аудио дыбыстар балалардың ойлау, тыңдау қабілеттерін дамытып, қызығушылықтарын арттыра түсті. Балалардың білімдерін белсендіру, есте сақтау қабілеттерін жетілдіру үшін бұл күн тапсырмасы орындалды. Қандай түсті тапсырмасын орындау арқылы түстерді қайталап, қазақ тіліне тән дыбыстардың дұрыс айтылуына мән берілді. Өзімнің қойылған сұрақтарыма балалардан қысқаша жауап ала білдім. Пайдалы зиян тапсырмасын орындау барысында балалардың салауатты өмір салты бойынша білімдерін пысықтап, ненің пайдалы, ненің зиян екенін ажырата білетіндерін көрсетті. Жамбы ату ұлттық ойын арқылы қазақ халқының мәдениетіне, өмір салтына деген балалардың қызығушылықтары артты. Бұл ойын арқылы әр бала өзіне ұнаған санын таңдап, жеке тапсырмаларды орындады. Әр бала өз деңгейіне сай тапсырманы орындап, ойлау, көру, есту қабілеттерін одан әрі дамыта түсті. Рефлексиялық түзету кезеңі мәдениет тілек айту ретінде болды. Тілек айту барысында балалардың сөйлеу тілдері жаттықты. Балалардың денсаулықтарын жетілдіру мақсатында оқу қызметі барысында екі сергіту сәті қолданылды. Біріншісі, көңілді жаттығу сергіту сәті арқылы балалар дене мүшелерін көрсету арқылы қимылдап, көңілдерін көтерді. Екіншісі, тыңдау орында тапсырмасында балалар тапсырмаларды орындап, дене мүшелерін шынықтырды. Сонымен қатар компьютер алдында дәріс отыруларына да мән берілді. Қолданылған технологиялардың барлық ойдағыдай жүзеге асты. Осы оқу қызметі барысында әр баланың жеке білім деңгейі анықталып, ой қабілеттері дами отырып, бір-біріне қоршаған ортаға, үлкендерге деген мәдени қарым-қатынастары, достық сезімдері оянып күштала түсті. Мен жоғарыда атап өткен барлық мақсаттарыма толықтай қол жеткіздім деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.